Мен қазір осы бір видеоны жаңа Инстаграмнан көріп қалдым. Бірінші қарап көріп шығыңыздар, содан кейін бірге талқылап көрейік. Как будто что-то сделать можешь, блядь. Кроме терпеть, нахуй. Как будто, блядь, власть что-то... Я буду все время терпеть, что ли? Конечно будешь, куда ты денешься? Конечно, конечно. Куда ты денешься, Вот блядь? видишь, как ты извиняешься? Я нормально извинился, и я вместо того, чтобы мои вот просто ты извинился просто так, трусы просто помыть, так, блядь. ты ни хера не хочешь. Трусы просто постирать. Хорошо, кетчи идет. Ты и так нихуя не делаешь. Вот так совпадет. Ничего не делаешь абсолютно. Бұл видеоның жаңағы астындағы комментарийларын қарасаңыз, көптеген адам просмотр жинаған екен. Сондағы где-то бір 85% әйел азаматтары. Бұның жаңағыда трусиді сен, еркектің трусиін жууға міндетті емессің, онда еркектен ажырасу керек деген сияқты неше түрлі пікірлер әйелдер жаңағы мына видеоға жаңа балға жиналған ара сияқты жиналып комментарийлар жазып жатыр. Қазіргі кезде әйел азаматтар өздерінің міндеттерін ұмытқан. Оған бірде-бір себеп жаңағы мен айтқандағыдай үйге еркек жұмысқа кетеді, әйел азамат жаңағы көп болса бір балаға қарайды, ары қарай барлығы автомат интернетте отырады. Бірінің видеоларын бірі көріп, бірін бірі поддерживать етіп, сонымен екі ортада семьяның жаңағы ажырасуына алып келіп соғып жатады. Негізі еркек адамға көп нәрсе керек емес. Еркек жұмыстан келген кезде үйдің таза жаңағы өзінің киетін киімі болса болды. Самое главное айтыр, әйелге құлықты не үшін берген? Чтобы сені сол еркектің кішкене көңілін аулап қою үшін ғана. Ал қазіргі әйелдер не? Өзінің құлықтарын өз басынан асыруға, оны пайдалануға сондайға арнайды. Сондықтан да қазір көптеген семьялар жаңағы үйленуді семья құру емес, өзіне пайда құру ретінде қолданатыны білесіздер. Бұл жерде менің мақсатым жаңағы ажырастыру емес, басқалар сияқты. Жаңағы әйел өзі де ажырасам деп отыр екен. Бірақ мына сондайлардың алдын алу. Еркектер, сендер жаңағы бәріміз қателесеміз. Бір рет, әлгі айтады ғой, 1000 рет өлшеп, бір рет кес деп. Өзіңе жаралар кезде, оның бірінші кезекте, оның әдемілігіне, тағы басқасынан емес, өзіңе жанашырлығына қара. Өзіңнің менің отбасымда ертеңгіде дұрыс тәрбие береді деген жағына көбірек көңіл бөлу керек. Әдемілік уақытша нәрсе. Уақытымен келеді, уақытымен кетеді. Ал адамның адамгершілігі өмірлікке қалатынын ұмытпайық.